ішіне қалып кетеді. Денесінің 30% күйген, 70% сынған. Енді денесінің 30% күйген ғой, 70% сыныпты. Не істегесіңдер десем, өртеніп жатқан адамды күрекпен ұрып жүрген ғалымдар. Қирап бастаған ғой денесінің барлығы. Қазір біздің врач келеді, ана-мұнда врач емес ол кісі. Оңтүстік Кореяда оқып келген, солтүстік Кореяда оқып келген. Номер 1 врач. Пластический тілімді емейді онымен оған ше. Пластический хирургия жасайды. Ойдағырда 60-тағы кемпірді 18 жастағы қыз қылады, 60-тағы шал деп айтамайсың ғой, 60-тағы ағаларын 25 жастағы жігіт қылады. Кел атыр қазір, жаным, шаршады, осы отыр, ауыз. Микрофон дұрыстан бәрі. Ауыр болды ма? Терісі қалмай еді. Көң өкен оның терісі. Адам бар ма? Өмет 25 адам. 25. Бақилар кей басында ше. Бақилар кей бандыр ә. Әкелерің үйде жүрсіңдер ма? Мен өзім бір мяс комбинатта істеген бұның алдында. Қасап болдым. Мяс комбинатта күніне 20 жылқыны жайрап бастайтын. Бір Бабыр деген өзбек жігіт бар. Сол айтты, сен мал союға епсебің бар. Егер мынау пластикалық отаны үйреніп алсаң, ақшаның бәрі сол жақта деді. Оны қалай оқиды? Сөйтіп ерінбей, мяс комбинаттан шығып, Южный Кореяға барып оқыдым пластикалық отаны. Ой, жақсы. Оқыдым. Сәл білімім өз-өзіме сенбедім. Сөйтіп тағы барып тұрмын өтеді, Северный Корея болды. Ол жақында дипломым. Ала десе. Енді осы пластикалық ота еді. Кеше адам Гүлмира деген келіншек. Гүлмира ме аты? Гүлмира деген келіншек, иә. Еріне бір нәрсе істедіңіз, не істедіңіз? Ботекс. Анабай ерні бүйтіп қалды ғой. Жаңа Гүлмира дейтін бір 33-те келіншек келді. Өте бір Құдайдың өзінің жаратқан ерні әдемі екен ше дейді. Мен айттым, шырағым тіспей қойсай десем, жоқ дейді. Эльмира деген подружкасы ботекс жасады. Сол ұртты ғой. Сол маған азырған ғой. Сондай қылып істеп бер дейді. Ақшасын берсе маған не? Істеп бердім. Кетті, еметін біз оқсап бетіп. Ол енді 2-3 күннен кейін Инстаграмнан көресіздер, ана Эльмираның жанына барады. Сонымен екеуі Инстаграмды бүйтіп тұрайын деп тұр ғой. Негізі тәңге бар ма, адам бар ма? Адам бар. Жас бір байдың баласы келіп тұр Иханнан. Иханнан? Шақыр. Келі! Еркек па? Мына қарсаңыз, көтеріп қойған ау. А? Көтеріп қойған ау. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Пластикалық ота жасайды деп осы адреске келіп тұрмын да. Иә, жағылмай келдім. Қарым деген күннен келіп тұр. Осы Горилла ішесің ба? Горилла ішемін. Қанша ішесің? Күніге 2. 2? 4 үш. Неге 4? Мынау жарылатта Ой, қойыңызшы. Коланы газымен сығып іш. Мынау мына деген. Қойыңызшы. Қаншадасың? 25-те. 25-те болсам, жүгірі, атқа мін, жаттығулар жасасам кетеді. Жүгіріп жатырмын, атқа мініп жатырмын. Вообще күннен кетіп бара жатырмын. Пышаққа мінгесін жақсы болмайды. Мен қайным. Мынаны алу керек та. Мына жаққа жабыстыру керек қойшы бойда. Сырат болмасын да мынауға. Не дейді? Сырат болмасын. Сырат болмасын шағыр. Құрбеттесін. Сенің мынау пластикалық ота қымбат. Мынау өзі 5,5 мың доллар. Қанша болады? 5,5 мың доллар. Мына екеуімен? Мынаны анаға ұрып па? Иә. Оған 2 штук бере сал 2 мың доллар. 7,5 ба? 8,000 доллар береді. 8 мың? 8,000 доллар. Болды. Құтылсам болды. Аламыз ба? Болды. Қол қой, қол. Қол қойып бір мынаны. Анау бұлар қол қойдырып болмасаң ертең бәле қылады бұлар. Ана жазып тұр ғой өзі. Мен өзіммен өзім өзімді өзім сойыңдар деп, сойыңдар мысалы пластикалық ота жасатуға келістім. Арыз шағымым жоқ. Болды, осы. Сосын аға, албағыңызда кеңші біз. Көрінбейді. Аға жүрейді соқшы. Көрінбейді дейсің. Көрінбейді, бір жылдай өтті. Қанша болды көрінбеген? Бір жылдан асты ғой. Конечно көрінбейсің. Мынадан келіп көресің. Олып жүр ағасы. Мынадан көрінбейсің ғой сен. Иә, түшке жоқ қой. Ауырмайды шығар, ә? Енді емін-еркін көресің. Наркоз осы Түркістандағы нөмір 1 анестезиолог. Наркоз салады. дұрыстап жүрсе, бір рот салады, бір қарғатып сондай. Осындайлар. Негізі Құдайдың жаратқан тәніне 12 мүшесіне тесуге болмайды ғой. Бұлар енді жаңағыдай яғни менің ақшасын бергенсің. Біз кім мамандық не қылды? Болды.
бірақ наркозбен ұйықтап тастадым ғой. А мен барып білейін енді, ақшасын бергесін. Жаңа мынаны мына құрды да? Бриллиант қой, қарасаңшы. Иә. Мынандай біреуін көріп пеңіздер, қарасай. Ойбай. Жоқ, врач былай. Қарын жарасы ғой былай. Кәні. Ойбай. Айттым ғой, солтүстік Кореяда, оңтүстік Кореяда Ким Чен Анның үйінде жатып оқыған. Болды ма? Болды. Майын сілкіп жеңіз, майын. Болды. Қарын деген ең оңай ғой. Адам бар ма тағы? Болды! Жіберші. Кел! Аға, мынау фантастика болды ғой, аға, мынау. Мынау арманым жоқ, аға, мынау қазақы қойдың құйрығындай болды ғой, аға, мынау. Мына қарасаңызшы, ырза болдым, аға, қолыңызды алып некеде. Ырза. Ес, мынау, вообще күшті ғой, мынаған күшті екен. Көңілімді түсірдің ғой жан, дегенге. Ұнамаса тіке айтасам, дегенге жақсы екен, аға. Жоқ, өзі ұрсасын ба? Ырза, мына, Өзі ұрса болса болды бұл. қарасаңшы, Түркістанның ортасында Мексика кайф болды маған мынау. Let's go! Красавчик, братан! Мына құйрық рақат шығар, любой жерге қора өртенеді, ішінде қалып кетеді.